Берекеті мол айлардың бірі Шағбан айы. Ол қасиетті 3 айлардың бірі. Құлшылықтарымыздың сауабы еселеп жазылатын берекелі айлар. Қамари ай санауы бойынша 8-ші айға жатады. Көптеген жақсылықтардың бастауы деген мағынаға ие Шағбан сөзімен аталатын қасиетті ай Ережеп айының бітуінен хабар беріп, Рамазанның жақындағанын сүйіншілейді. Сүйікті пайғамбарымыз Ережептен кейінгі кезекте Шағбан айына өте-мөте көңіл бөлген. Алла тағалам, Ережеп пен Шағбан айларын берекелі ете көр, бізді Рамазанға аман-есен жеткіз деген дұғасын жиі айтатын. Қасиетті Шағбан айына белгілі бір дайындық жасаудың мәні зор. Өйткені Әбу Әмама әл-Бахилиден жеткен хадисте Алла елшісі Шағбан айы кіргенде өздеріңізді тазалаңыздар және ниеттеріңізді дұрыстаңыздар деген. Бұл айдағы сауабы көп құлшылықтардың бірі ауыз бекітіп нәпіл ораза ұстау. Пайғамбарымыз Шағбан айының көбін оразамен өткізетін болған. Шағбан айындағы Алла елшісінің өнегелі өмірінен Айша анамыз былайша баяндайды. Алланың елшісі кейбір айлардың көбінде ораза ұстайтын. Тіпті оны бұлай да ауыз ашпады деп те ойлайтынбыз. Кейбір айлардың көбінде ауыз ашатын. Тіпті біз оны бұлай да ешбір ораза ұстамады дейтін едік. Алла елшісінің Рамазан айынан басқа айда толық ораза ұстағанын, сондай-ақ Шағбан айындағындай көп оразамен өткізгенін көрмедім. Пайғамбарымыз Рамазаннан тыс басқа айларға қарағанда Шағбан айында көп ораза ұстап былай дейтін: сауапты амалдардан шамаларын жететінін жасандар. Өйткені сендер жалықпасандар болғаны, Алла сендерге ешқашан жалыққандай сынай танытпайды. Алла тағала қабыл алатын ең жақсы амал аз болса да үзбей істелген іс. Бірде санылақ сахабалардың бірі Усама Шағбан айында көп ораза ұстауының сырын білу үшін: уа Алланың елшісі, дәл Шағбан айында жиі ораза ұстағаныңыздай басқа айда мұншалықты ораза ұстағаныңызды көрмедім деп сұрағанда, Шағбан адамдардың басым көпшілігінің Рамазан мен Ережеп айларының ортасында мән бермей кететін айы. Бұл айда амалдар Алла тағаланың құзырына көтеріледі. Мен де амалдарымның ораза ұстаған кезімде Алланың құзырына көтерілгенін қалаймын деген жауап естіген. Ал Әнәс Алла елшісінен Рамазаннан кейін қандай ораза маңызды деп сұрағанда, Рамазанға құрмет ретінде Шағбан айында ұсталған ораза қай садақа абзал деген. Рамазан айында берілген садақа деп жауап берген. Хадистерге жүгінсек, пайғамбарымыз Шағбан айында парыз намаздарымен қатар нәпіл ғибадаттарын көбейтіп, Алланың көркем есімдерін мадақтап, зікір етіп, шүкіршілігін арттырып, кедей-кепшікке садақа берген. Сахабалар да бұл айда құлшылыққа жаны аша құлшыныспен кірісетін. Нәпіл құлшылықтарына көңіл бөліп, жалбарына кешірім тілеп, жоқ-жітікке қарасатын. Жетім, жалғызілікті кісілерге көмектесіп, қарттардың көңілін аулайтын. Сондай-ақ бұл айдың ерекшелігінің бірі пайғамбарымызға көп салауат айту. Себебі хадисте Ережеп Алланың айы, Шағбан менің айым, Рамазан үмбетімнің айы деп, Ереже айына кәлиманы, Шағбанда салауатты, Рамазанда Құранды көп оқу керектігі жөнінде ескерткен еді. Шағбан айында сауаптар еселеніп қана қоймай, күнәлардың кешірілуі мен дұға тілектердің қабыл болу мүмкіндігі молая түседі. Себебі Шағбан айындағы елеулі де ерекше сәттердің бірі Бәәрат түні, яғни қасиетті Шағбан айының 15-і Бәәрат түні. Бұл түн періштелер жер бетіне түседі, дұғалар қабыл болатын, кері қайтарылмайтын берекелі түн. Сондықтан бұл түнде пайғамбарымызға көп салауат, Алладан біліп-білмей істеген күнәларымыздың кешірілуін тілеп, истиғфар, дұға, ғибадат, құлшылықпен өткізген абзал. Өйткені пайғамбарымыз Шағбан айының жартысы толған түнді құлшылықпен, мағынасы мен маңыздылығына сай өткізіңдер,
күндіз ораза ұстандар, өйткені Алла тағала күн ұясына батқан шақта кешірім тілеуші бар ма, кешірейін, ризық сұраушы бар ма, ризық берейін, ауыры сырқауға ұшыраған бар ма, шипасын берейін деп таң шапағы атқанға дейін рахымын төгеді. Дей келе, Алла тағала Шағбан айының 15-ші түні бәрәт түн жер бетіне мейірім жаудырып, өзіне серік қосқандар мен ата-анаға қарсы шыққандардан басқаларды кешіреді деп те айтқаны бар. Қай жағынан алып қарасақ та, құт пен берекеге толы бұл түнді мұсылман жұртшылығы бәрәт түні деген атаумен ерекше мереке ретінде атап өтеді. Сөз соңында айтар болсақ, берекеге толы Шағбан айын бекерге өткізіп алмай, күндіз ораза ұстап, түнде құлшылық жасаған дұрыс. Бұған қоса сүйікті пайғамбарымызға сансыз салауат арнаған жөн. Алла тағала баршамызға Шағбан айының берекесіне кенеліп, құлшылықтарымыз арқылы тақуалыққа, иман ләззатын сезінуге, бір табын жақындай түсуді нәсіп етсін.